Қайырлы күн достар баршаңызға. Бүгін біз сіздермен таңғы асқа сұлы ботқасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 стакан сүт және 1 стакан су қажет болады. Менде қолдың үсті бетіндегі шығып тұрған соның майлары. Және дәл сол ыдыспен, яғни дәл сол кружкамызбен бір кружка овсяное хлопьяны өлшеп аламыз. Мен ұзақ дайындалатын түрін сатып аламын. Егер сіздер клёнкада тұрған түрін сатып алсаңыздар, жусаңыздар да болады. Мен осындай коробкада тұрғасын жуған жоқпын овсяное хлопьяны. Осыны сұйықтығымыздың үстіне салып, астына отты қосып, 10-15 минут баяу отта қайнатамыз. Және қайнату барысында араластырып тұруды ұмытпаймыз. Сұлы ботқасының адам ағзасына пайдасы өте көп. Себебі оның құрамында биотин болғандықтан тері ауруларына шалдығудың алдын алады. Егер де менің каналым ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдырып, қоңырауша белгісін басып алуды ұмытпаймыз. Осылай 10-15 минут қайнағаннан кейін татымына қарай тұз және қант салатын боламыз. 2 ас қасық қант және шым-шым тұз саламыз. Менде қант салынған жер видеоға түспей қалғандықтан сіздер үшін қайта салып аз-аздан көрсетіп жатқан түрім. Осылай сіздер қантты, тұзды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша саласыздар. Одан кейін тағы да баяу отта 5-10 минут дайын болғанша қайнатыңыздар. Қайнатқан піскеннен кейін алып шамалы тұндырып қойыңыздар. Өзінің бабында сөлінде тұрады. Сосын бетіне қалауыңызша түрлі дәнді дақылдар немесе жеміс-жидектер қоссаңыздар болады. Мен тек бетіне сары май салдым. Ол видеода анық көрсетілмей қалған. Осылай бас-аяғы 20-25 минут баяу отта араластыру арқылы сұлы жармасын дайындап аласыздар. Аздап тұндырып қойып, балаларға ыдысқа салып, әртүрлі қалаған дәндеріңізбен ұсына беріңіздер. Мен май салдым, анық көрінбей қалған. Ас болсын. Егер менің каналым ұнаса, міндетті түрде менің парақшама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Аяжан.